Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Алия. Бүгін сіздерге қазіргі кезде хит болып жатқан жүрек пирогының оригинал рецептімен бөлісемін. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Пирогтарыңыз өте дәмді, күшті болып шығатыны сөзсіз. Бізге ең алдымен керек заттар: мұнда сүт, ұн, құмшекер, сұйық май және 3 жұмыртқа, қопсытқыш керек болады. Алдымен таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Ыдысымыз құрғақ, таза болуы тиіс. Осылайша жұмыртқаны жарып салып болған соң миксердің көмегімен араластырамыз. Шамамен 1-2 минуттай ғана араластырып аламыз. Одан соң осы жұмыртқамыздың үстіне құмшекерімізді саламыз. Осы құмшекер мен жұмыртқаны шамамен 7-8 минуттай араластырамыз қыздар. Баста осындай сары болып тұрады. Одан соң құмшекеріміз әбден еріп, араласып, 2 есеге дейін көтеріледі. Әппақ масса шығуы тиіс бізде. Бұл жерде жұмыртқа мен құмшекердің әбден араласуы пирогымыздың жақсы көтерілуіне көмегін тигізеді. Сондықтан барынша әбден араластырамыз. Қыздар, мен арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге көптеген күшті рецепттермен бөлісетін боламын. Міне видеода қарасаңыздар, әппақ осындай күшті масса шықты. 2 есеге дейін үлкейіп көтерілді. Енді осы массамызға сұйық майымызды құямыз. Одан соң сүтімізді құямыз. Сүтіміз бөлме температурасында болуы тиіс. Енді осыны тағы да 1 минуттай араластырып аламыз. Одан соң ұнымызды осындай елекке салып, ұнның үстіне қопсытқышты саламыз. Ұн мен қопсытқышты араластырамыз қасықпен. Ұнымызды массамызға елеп қосамыз. Бұл да біздің пирогымыздың үлпілдек болып шығуына көмегін тигізеді. Ұнды осылай елеп қосқан дұрыс болады. Одан соң осыны тағы да миксердің көмегімен араластырамыз. Ұзақ араластырмаймыз. Ұнымыз араласса болды. Шамамен 1 минуттай ғана, 1 минутқа жетер-жетпесте ғана араластырамыз. Қыздар, сіздерге барлық заттардың қанша мөлшерде керегін описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Міне мен массам осындай болып шығады. Өте сұйық емес, қою да емес, әдемі масса болып шығады. Енді осы тестамыздан 2 ас қасық шай кесеге салып аламыз. 2 ас қасығын алып аламыз. Қалған тестамызды, пирог пісіретін табамызды дайындап, мен осындай арнайы пирог пісіретін қалыпқа саламын. Осыған тестамызды құямыз. Енді жаңағы алып алған 2 ас қасық
тестамызға осындай қызыл гелевый красканы қостым. Сіздер егер бұндай краска болмаса, кәдімгі магазиннен қызыл пищевой красканы қоссаңыздар да болады. Я болмаса какао ұнтағын қосып, қоңыр түспен істеуге де болады. Ал мынандай красканы барлық кондитерлік дүкендерде сатады. Бір алсаңыздар ұзаққа дейін пайдаланасыздар. Осыдан кішкене ғана қосып араластырып аламын. Енді осыны таза шприцтің көмегімен осылайынан ішіне тартып аламыз. Енді осыны пирогтың бетіне дөңгелектер салып шығамыз. Домалатып дөңгелектер салып шығамыз. Барлығы видеода анық көрсетілген, қыздар. Дәл осы рецепт күшті болып шығады. Сіздерге осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Үйдегі балдарыңызда сүйсініп жейтіні сөзсіз. Осылай бір қатар дөңгелек, одан екінші қатар тағы да дөңгелек істедім. Қыздар, сіздерге барлық заттың қанша мөлшерде керегін описание бөліміне қалдырамын. Сол жерден қарап, барлығын мөлшерімен қоссаңыздар, күшті болып шығады пирогтарыңыз. Және ортасына үшінші тағы да бір домалақ круг жасадым. Енді осыны ұзын шпажканың көмегімен видеода көрсетілгендей жүректер жасап шығамыз. Өте оңай жасалуы. Шпажкамен осылайынан ортасынан сызып шығамыз. Қараңыздар, видеода әдемі болып шығып жатыр жүректер. Ерекше пирог, балдарыңыз көрсе де қуанып қалады. Енді осы пирогымызды қызып тұрған 160 градус пеште 45 минутқа пісіріп аламыз. Пирогымыздың піскенін шпажкамен тексеріп аламыз. Біздің таяғымыз құрғақ болып шыққан кезде пирогымыз пісті деген сөз. Мен сіздерге кесіп ортасын барлығын көрсетемін. Менде видео кішкене темный түс беріп тұр, бірақ пирогымның түсі өте әдемі, сап-сары болып шықты. Видеода қарасаңыздар, ортасы барлығы толықтай піскен, күшті пирог болып шықты, қыздар. Дәл осы рецептпен жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Егер де осы рецепт сіздерге ұнаса, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер.